Алдымен экономика, содан соң саясат. Қуатты мемлекет болуды көздеген еліміз осы ұстаныммен ілгерілеп келеді. Халыққа жасаған жолдауында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деген еді. Еліміздің белді экономист ғалымдары мен саясаткерлері ұстанған бағыттың қаншалықты жемісті екендігін талдап көрді. Соңғы 15 жыл ішінде мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді. Нәтижесінде 2012 жылдың қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнім көлем жағынан әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына кіреміз. Халыққа арнаған жолдауында Нұрсұлтан Назарбаев елдің дамуына баға беріп, тұрғындардың әл-ауқатының өсуін де нақты дәйектермен келтірді. Мәселен, осы жылдар аралығында қазақстандықтардың табысы 16 есе өсіп, жұмыссыздар саны 2 есе қысқарды. Еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттыруға ерекше мән беріліп, нәтижесінде сыртқы сауда 12 есе, ал өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 20 есе өсуіне қол жеткіздік деді президент. Осындай елеулі жетістікке жетуге үдемелі индустрияландыру бағдарламасының қосқан үлесі де зор дейді экономистер. Бізде мынау шикізат өнімдері бұл әрине мынау өңірлерде өседі, ал мынау инновациялық жаңа технологияларды ендіру мәселесі, мәселен жаңағы локомотив жинау, құрылыстардың жаңа түрлері, жаңа мынау азық-түлік мәселелерін қайтадан өңдеу мәселесі осы Астанада негізінен шешіліп жатыр. Дүниежүзілік экономикалық форумның бағалауы бойынша Қазақстан бәсекеге қабілетті ел ретінде Ресей, Беларусь және Украина сияқты елдерді басып озып 51-ші орынға тұрақтады. Елімізде өз ісін ашып, кәсіпкерлікпен айналысам дейтіндерге қолайлы жағдай жасалған. Мәселен, осы рейтингте Қазақстан 49-ші орынды иеленсе, Ресей 112-ші орында екен. Демек, қазақ елі ТМД-дағы бизнес ортаны тиімді қалыптастыра білген бірден-бір ел деп айтуға болады. Қазақстан 140 этнос пен 17 конфессияның өкілдері үшін туған шаңырағына айналды. Азаматтық татулық пен ұлтаралық келісім біздің басты құндылығымыз деді осы жиында президент. Этникалық, мәдени және діни әралуандылыққа қарамастан елімізде бейбітшілік пен саяси тұрақтылық сақталып отыр. Демек, саясатта да ұстанған бағыт нәтижелі дейді сарапшылар. Ұстанған саясаттың арқасында еліміз тұрақты дамып, халықтың әл-ауқаты да артты. Демек, осы саясатты жүргізіп отырған саясаткер халқының болашағына немқұрайлы қарамайды деген сөз. Елінің болашағына алаңдап, оның мүмкіндігін дер кезінде бағамдай білді. Нәтижесінде бүгінде қазақ елі күллі әлем мойындап отырған мемлекет. Экономика мен саясат басты назарда болғанымен, әлеуметтік салада жүйелі түрде дамыды. Мәселен, денсаулық сақтау жүйесін реформалаудың нәтижесінде соңғы 5 жылда ана өлімі 3 есе азайып, бала туу көрсеткіші 1,5 есеге өсті. Білім саласында да түрлі бағдарламалар қолға алынып, тең мүмкіндіктер жасалды. Айта кетейік, 1997 жылдан бері елімізде 950-ге жуық мектеп пен 800-дей денсаулық сақтау нысандары салынған. Жадыра Медетбек, Берік Ақтан, 24 KZ.